Бүгін түскі 12-ге таяу вахта ауысатын вокзал маңына жиналған 100-ден астам Қаражанбас мұнай компаниясының ереуілдеген мұнайшылары өздерінің облыстық әкімдік алдына жаяу шерумен барып, сол жерде аштық жариялайтынын мәлімдеген еді. Олар өздеріне алдын ала ескерту берілгенін, ол жерде полиция қызметкерлері қоршау жасағанын айтқан еді. Дегенмен жұмысшылар жаяу шеруді бастап облыс әкімдігі ғимараты маңына бет алды. Ол жерде шынымен де көптеген полиция қызметкерлері және әскери қызметкерлер жұмысшыларды күтіп тұрған еді. Жұмысшылар тақаған уақытта аз келіссөзден кейін полиция қызметкерлері мен жұмысшылар арасында қақтығыс басталып, 15-ке жуық жұмысшы қамалып, аяқ қолдарын қайырып, оларды полиция мәшинесіне салып алып кетті. Полиция мен жұмысшылар арасында қақтығыс басталған тұста наразылық ретінде өздерінің қарнын тілген жұмысшылар болды деген ақпарат та бар. Жұмысшылар жалпы қарсылық танытқан, наразылыққа шыққан жұмысшылар Қаражанбас мұнай компаниясының ереуілдеген мұнайшылары, олардың арасында кәсіподақ белсенділерінің бірі Қуаныш Бейсенов те бар. Әзірге тексерілмеген ақпарат бойынша қарнын тілген, наразылық танытқан жұмысшының бірі сол Қуаныш Бейсенов деген ақпаратта бар. Сонымен қатар осы оқиғаны жазып көрсетіп жүрген журналистерге де жергілікті полиция және прокуратура қызметкерлері тарапынан қысым көрсетілуде. Кеше бізге және біздің қасымызда болған Жас Алаш газетінің журналистіне алдын ала прокурор ескертуі көрсетілді. Ол жерде мәселенің ушығуына ықпал етті деген желеумен сіздер жауапқа тартылуларыңыз мүмкін, және бұл алдын ала ресми ескерту деген біздің аты жөніміз көрсетілген қағаз қолдарында болып бізге көрсетті. Бүгінде полиция қызметкерлері өздері қоршаған алаңнан шықпасақ, біздің қамауға алынатынымызды ескертіп, бізді шығарып жіберді. Операторға түсірмеу жөнінде нұсқау берілді және оның өзіне бірқатар қысымдар көрсетілді. Жалпы Наталья Соколованың жөнінде қазір еш ақпарат жоқ, бәлкім ол жоғалып кетті деген ақпаратты әзірге кәсіподақ белсенділері нақтылап отырған жоқ, себебі олардың өзі ақпаратты білмейтіндерін айтып отыр. Сол жерде ашу жариялайын деген жігіттермен барып, жігіттер ашу жариялайын деген кезде орган қызметкерлерінен қысым көрсетіліп, адамдарды халықты қысым көрсетіп барады. 6 бала өздеріне қол жұмсап алмаспен тілінді. Оған қазір дәрігерлік көмек ешқандай ешкім көрсетілген жоқ. Бізде жалпы 50 баланы қазір қамап тастады, қазір спецприемникте қамалып жатыр.